Сәлем достар, сіздермен бірге Амели. Достасуға қуаныштымын. Көп қызықты және пайдалы кел үйренейік тележобадан сіз біле аласыз. Гүлшара апай, сіз қалай суретші болдыңыз? Мен кішкентайымнан сурет салатынмын. Сурет салғанды өте жақсы көретінмін. Мектепте мен тек сурет салып, ол кезде көрнекі құрал дейді, сондайлардың бәрін салып беріп жүретінмін. Кішкентайымнан сурет салғанды жақсы көрдім. Ал сурет салу оңай ма? Сурет салу оңай деп айта алмаймын. Оған шыдамдылық керек, көп жұмыс жасау керек, көп үйрену керек, көп жылдар оқу керек. Сол кезде ғана жақсы суретші бола аласыз. Сіз мені сурет салуға үйрете аласыз ба? Әрине үйретемін. Біз мінекей, біз көктемді асыға күтеміз ғой қашаннан бері. Сондықтан бүгін тақырыбымыз қызғалдақтың суретін саламыз. Алдымызда палитра. Біз өзімізге керекті түстерді шығарып алдық. Бірінші ең ашық түстерді шығарамыз, ақ, сары, қызыл, басқа да түстер осы өзінің құтысының ішінде тұра береді. Енді біз жапырақтың түстерін қалай салу керек екенін қазір көрсетемін. Мінекей. Сол қара, сары, сарыға жасыл қосады. Қандай жасыл болды? Сәл қараңғылау. Сәл темнелау болды. Аламыз да жағамыз. Енді мына жерге бүйтіп кішкентай ғана көлеңкесін берсек, өзі жұмыстың жапырақтардың өзінің формасы шығады. Гүлшара апай, сіз бала кезіңізде кім болғыңыз келді? Мен бала кезімде ұшқыш болдым. Сосын кейін суретті де жақсы салатын. Сосын ойладым, одан да суретімді салып, одан да жақсы суретші болайын дедім. Жаман ұшқыш болғанша жақсы суретші болайын дедім. Сіз балалар үшін оларды сурет салуға үйретіп жатырсыз ба? Иә, балалардың бәрін үйретіп жатыр. Менің маманым сол ғой, мамандығы осы жерде. Жақсы балаларды таңдап, оны үйретемін. Сол балаларды жарысқа қатыстырамын. Сол балдар орын алып жеңсе, мен қуанамын. Сізді сурет салуға кім үйретті? Мені сурет салуға шындай болды. Ешкім. Мен өзім үйрендім. Бірақ менің папам жақсы сурет салатын. Табиғи өзі сондай дарынды адам болады. Сондықтан мен сол кісіге тартқан болуым керек, бірақ суретші емес ол кісі. Ол кезде бізде мынадай әдемі сарай, әдемі кружок болған жоқ. Мен өзім сабақтан кейін жатып салып үйрендім. Сізге оқушылар сарайында жұмыс істеуге ұнай ма? Әрине ұнайды. Сондықтан мен осы оқушылар сарайы ашылғаннан бері жұмыс жасап келатырмын осы жерде. Әдемі ғимаратымыз бар, әдемі Астананың ортасында, оқушылардың бәріне дарынды мықты. Әрине ұнайды. Өте қатты ұнайды. Болашақ суретшілерге айтатын тілегіңіз бар ма? Әрине бар. Олар жақсы өз ісінің маманы болсын деймін. Жақсы мықты суретшілер болсын деп тілеймін. Және де біздің мына еліміздің атын шығарып жүретін Қабырхан Қастеев, Айша Ғалымбаева, Гүлфайрус Исмаилова сияқты аталарының, апаларының жолын болсын.